Тележүргізуші Диана Скатова әріптесі Асаубек Айымбетовпен ара қатынасы жайлы ашық айтты. Одан бөлек көпшілікке бағдарлама әншісі ретінде танылған Сұлтанмен қандай байланысы барын жеткізді. Тележүргізуші өміріне қысқаша шолу жасап берді. Асаубектің маған жасаған сыйы жаңа жылдық әзіл болатын. Шоу ретінде түсірген еді. Содан көрермен екеумізді жұп деп ойлап қалды. Шындығында екеуміз жай ғана доспыз, әріптеспіз. Сұлтанмен де солай. Бір бағдарламада жүрген соң бізді қосып жатады. Алайда бізде достықтан артық қатынас жоқ дейді, деді тележүргізуші. Диана өзіне аптасына бір жігіт ұсыныс айтады дейді. Алайда сөз алуға асық емес. Маған күнде, аптасына сезім білдіріп жататындар көп. Желідегілерге мән бермеймін. Себебі ол таныстыққа жатпайды. Жігітпен әбден араласып көзім жеткен соң ғана танимын. Содан кейін ғана кездесуге барамын. Бірақ ол үшін сенімді болуым керек. Лауазымды азаматтарда, ақшасы бар азаматтарда сөз салды. Маған ақша маңызды емес. Маған азаматтың өзі маңызды. Ешқашан ешкімге тоқал болмаймын. Тоқал болатындарды айыптамай-ақ қояйын. Бірақ мен азаматымды ешкіммен бөліскім келмейді. Мен эгоистпін. Оны жасырмаймын, деді ол.